Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен, яғни смалс оқулығының активити бүгін талқылап түсіндіріп беретін боламын. Бізде 3-ші бөлімде жалғастырамыз. Тайм бөлімінің 30-31 беттерін түсіндіріп талдап беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулерін сұраймын. Ендеше 12-ші жаттығудан бастаймыз. Exercise 12. Read and write a correct day. Яғни бірінші мұнаны оқимыз мәтінді, содан соң қай күні кімнің не істейтіндігін жазамыз. Бірінші оқиық. Аялым does a lot of things every day. Аялым күнде әртүрлі нәрсемен айналысады дейді. On Mondays she has a piano lesson. Дүйсенбі күні ол пианино сабағына барады дейді. Яғни пианино сабағына біз Monday деп жазады екенбіз. Мына төртінші суретке Monday деп жазады екенбіз. Келесі, on Tuesdays she helps her mom. Сейсенбі күні ол өзінің анасына көмектеседі дейді. On Wednesdays she visits her grandma. Сәрсенбі күні ол өзінің әжесіне барады дейді. Келесі, on Fridays she watches TV. Жұма күні ол теледидар қарайды дейді. On Saturdays she goes to the park and plays football with her friends. Сенбі күні ол өзінің достарымен бірге паркке барып футбол ойнайды дейді. On Sundays she does her homework. Ол сенбі күні үй тапсырмасын орындайды дейді. Демек біріншісінде Sunday болады, екіншісінде Friday, үшіншісінде Tuesday, төртіншісінде Monday, бесіншісінде Wednesday, алтыншысында Saturday болады екен. Келесі бізде 13-ші жаттығу Exercise 13. Read and take. Оқа және дұрысын белгіле дейді. Бірінші, have a shower in the morning. Или I has a shower in the morning болады. Яғни I have a shower in the morning болады. Мен таңертең жуынамын дейді. Екінші, does they swim very well? Или do they swim very well? Яғни бұл жерде жауап do they swim very well. Do they swim very well? Екіншісіне птичка белгісін қояды екенбіз. Үшінші, we don't like football, немесе we doesn't like football. Бұл жерде we don't like football болады. Яғни we don't like footballға птичка белгісін қоямыз. Төртіншісіне they doesn't speak English или they don't speak English. Яғни бұл жерде they don't speak English болады. Екіншісіне дұрыс белгісін қоямыз. Бесінші, do the children play basketball, немесе do the children play basketball. Яғни бұл жерде do the children play basketball. Бестің біріншісіне дұрыс белгісін қояды екенбіз. Алтыншы, he don't get up at 7, немесе he doesn't get up 7. Яғни бұл жерде he doesn't get up 7 болады. Осы екіншісіне птичка қояды екенбіз. Оқушылар 13-ші жаттығудың жауабы. Келесі 31-ші бет. What time, яғни listen and take the right picture. Дұрыс суретке птичка белгісін қой дейді. Бұл жерде what time does George finish school? What time does George finish school? George қай күні, бұл тыңдалым екен, оқушылар тыңдалымда айтылған бойынша белгілейміз. George қай күні, қай уақытта сабақты аяқтайды дейді. Яғни ол 5 суретте сабағы 4-те бітеді екен, тыңдалым бойынша. Екінші, what does Tom do on Saturdays? Сенбі күні Том не істейді дейді. Яғни ол теннис ойнайды екен. A суретін белгілейміз, A жауабын. Келесі, when does Susan have her piano lesson? Susan пианино сабағына қай күні барады дейді. Яғни жауап Wednesday болады. Wednesday, сәрсенбі күні барады екен. Келесі төртінші, when does Lara have a shower? Lara қай кезде жуынады дейді, шомылады дейді. Яғни in the morning или in the evening. Таңертең немесе кешке. Яғни бұл жерде кешке жуынады екен. In the evening екен. 14-ші жаттығуды жазып аламыз. Келесі 15-ші жаттығу. Read and find the stickers. Яғни мына жаққа біз кітаптың соңындағы стикерлерді жабыстырамыз. Яғни it's 11 o'clock дейді. Сағат 11 болды дейді. Яғни мына сурет анық болмай қалыпты.
осы суретте стикерлерді жабыстыратын боламыз оқушылар, яғни it's 11 o'clock дейді, сағат 11 болды, сондай суретті жабыстырасыңдар. Екінші, it's 3 o'clock, сағат 3 болды дейді. It's 9 o'clock, сағат 9 болды дейді. It's 12 o'clock, сағат 12 болды дейді, иә? Яғни сол стикерлерді осы жерлерге жабыстырып шығасыңдар оқушылар. Сонымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар оқушылар.